Не үшін көзіңіз әкеңіздің, ямаса анаңыздың көзіне ұқсайды? Не себептен достыңыз һәмме уақыт ауырмастан жақсы болып жүреді? Ал сіз болса аллергияға бейімсіз. Бұл сұраулардың жауабы денеңізде жасырынған ДНК деп аталатұғын кішкене, бірақ та құдіретлі молекулада екенін білесіз бе? ДНК бұл сіз хақында жазылған код, яғни сіз оны оқуды білсеңіз, өзіңізді түсіне бастайсыз. Бүгінгі видеомызда біз осы сырлы һәм ажайып молекула хақында сөз етеміз. Яғни ол не, қалай істейді һәм оны білу не үшін ахметлі. Видеомызды ақырына шекем көрің һәм ДНК хақындағы пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. ДНК, яғни деоксирибонуклеин кислота, инсан тарапынан толық аңлап жетуі аңсат болмаған ажайып һәм құрамалы элемент. Бірақ оны бірінші болып кім тапты? ДНК элементінің өзі 1869 жылы швейцариялы алым Фридрих Мишер тарапынан ашылған. Ол адам ісіну клеткаларын үйренер екен, ядроның ішінде өзгеше фосфорға бай бір элемент бар екенлігін сезді. Бұны ол нуклеин деп атады. Қазір біз бұл зат ДНК екенін білеміз. Яғни Мишер ДНК-ны тапқан бірінші ілімпаз. Бірақ ол уақытта бұл элементте қандай күш жатқаны белгісіз еді. Жылдар өтіп 1940 жылдарда басқа ғалымдар ДНК тек бір апуайы химиялық элемент емес, ал генетикалық хабарды сақлаушы тикарғы молекула екенлігін дәлелдеді. Яғни ДНК бұл тіршілікті басқарушы код екен. 1953 жылы болса ең ахметлі ашылу жүз берді. Екі ілімпаз инглиз Фрэнсис Крик һәм америкалы Джеймс Уотсон ДНК молекуласы қандай формаға ие екенлігін ашты. Олар ДНК екілік спираль, яғни ұзын оралған зәңгі тәрізді түзіліске ие екенлігін анықтады. Бұл ашылу биологияда революция болды. Олардың жұмысында және бір ахметлі инсан бар еді. Росалинд Франклин. Ол ДНК-ны рентген жәрдемінде суретке түсірген һәм әйне оның фото 51 деп аталған суреті тикарында Крик һәм Уотсон өз моделін жаратуға еріскенділікке қарсы ол өз өмірінде бұл жұмыс үшін толық тән алынбады. Солай етіп ДНК-ны бірінші тапқан ілімпаз Фридрих Мишер. Оның қалай істейтұғынын анықлағалар болса, Уотсон, Крик һәм Франклин есапланады. Бүгін болса бұл ойлап табылу арқалы біз кеселік, нәсілді анықлау, жынаятты табу һәм хәттегі келешектегі саламатлық жағдайымызды да алдынан білу имканиятына ие болдық. Бұл апуайы зәңгі тәрізлі молекула, яғни сіздің бүткіл өміріңіз хақында айтып бере алатұғын кодлы тіл. ДНК бұл деоксирибонуклеин деп аталатұғын ілімі атама. Дұрыс, бірінші естіген уақытта біраз құрамалы естілуі мүмкін, бірақ та оның вазипасы жүда апуайы. Яғни ол біздің организміміз қалай істейтұғынын басқаратұғын һәм барлық көрсетпелерді өз ішіне алған биологиялық қолданба. Басқаша айтқанда, ДНК бұл табиат жазған код. Осы кодта сіздің сыртқы һәм ішкі қасиетлеріңіз жазылған. Көзіңіздің, шашыңыздың реңі қандай болуы, бойыңыз, хәттегі жүрегіңіздің қалай ұруы да міне осы ДНК-дағы мағлұматқа байланысты. Хәттегі кейде мінез құлқыңызға, характеріңізге де тәсір етеді. Мысалы, біреу тыныш, біреу күш қайратлы. Бұған генетикалық бейімлілік себеп болуы мүмкін. ДНК көзбенен көрінбейді. Ол сондай кішкене, оны көру үшін арнаулы микроскоп керек болады. Бірақ міне осы кішкене молекула денеңізде қандай белоклар істеп шығарылуы, қандай тоқмалар пайда болуы, қандай өсу, әрекет болуы керектігін басқарады. Қысқаша айтқанда, ДНК бұл сізді сіз ететұғын ішкі
система. Ол туылғаныңыздан бастап денеңізді жолға салады һәм өміріңіз davomida клеткаларыңызға не істеуі керектігін айтып тұрады. Бұл сіздің денеңіздегі ең ақыллы, ең анық һәм ең сенімді программа есептелінеді. ДНК бұл біздің денеміздегі мағлұматлар базасы, яғни ол біз кім, қандай көрініске иеміз һәм хаттегі қандай кеселіктерге бейім екенімізді де белгілейді. Бұл құрамалы түсініктің ішкі түзілісі негізінен қызық һәм таңғаларлық. ДНК өзі қандай болады дейтін болсаңыз, көз алдыңызға ұзын зәңгіні келтіру мүмкін, бірақ та апуайы зәңгі емес. Яғни ол ұзын, екі сызықлы, спираль тәрізді бұрылған формада болады. Ілімпазлар бұны екі спираль деп атайды. Бұл форманы тек күшлі микроскоп жәрдемінде көру мүмкін, себебі ДНК жүдә кіші, әр бір инсан клеткасында сондай мыңлап ДНК молекулалары бар. Зәңгідегі текшелер бұл ДНК-дағы ең ахметлі бөлімлер. Олар 4 түрлі молекуладан ібарат: аденин, тимин, цитозин һәм гуанин. Бұл молекулаларды апайы түрде А, Т, С, Г деп белгілейді. Әр бірі тек өзіне сәйкес жұплықпенен біргеді. А бар құлла Т менен, С болса Г менен. Бұл қағида еш қашан бұзылмайды. Бұл жұпласу генетикалық кодтың тикары. Енді көз алдыңызға келтірің. Міне осы харіплер А, Т һәм С, Г жұплықлары ДНК бойлап, мыңлап, миллионлап мәрте такрарланады. Олар түрлі тәртіпте жайласады. Қандай тәртіпте жайласқанына қарап, денедегі клеткалар қандай белокларды ислеп шығаруын белгілейді. Себебі әр бір харіптің тәртібі бұл белгілі бір көрсетпе, ал бұл көрсетпелер генетикалық код арқылы клеткаларға жетіп барады. ДНК денеміздегі әр бір клеткада бар. Шашларымыз, теріміз, тырнағымыз, әттегі қанымызда да бар. Бірақ та біз оны апайы көзбенен көре алмаймыз. Дегенменен ол әмме уақыт өзінің жұмысын орылап тұрады. Енді ДНК-ны ашып турлайық, яғни бұрамастан жайсақ, ол бірнеше метрге созылады. Хайран қаларлық дәрепі сонда бұл ұзын молекула клетка ішіне жүді ықшам етіп жайластырылған. Әр бір адамда өзіне тән ДНК болады. Басқа ешкімде сіздегі ДНК-ның дәл нұсқасы болмайды. Сол себеплі ол сіздің жеке биологиялық паспортыңыз сияқты істейді. ДНК-дағы харіплер тәртібі бар құлла анық һәм ізбез болуы керек. Егер бұл тәртіпте қателік жүз берсе, яғни қандайда бір харіп өз орнынан шығып кетсе, ямаса надырыс жұпланса, бұл айрым уақытлары ауыр кеселіклерге себеп болуы мүмкін. Соның үшін организм әр бір ноқатта бұл кодты дұрыс оқу һәм көшіруге әрекет етеді. Ұлым алғанда ДНК бұл табиат жазған әжайып код. Ол біздің сыртқы көрінісімізден баслап организміміздегі әр бір функцияға шекен барлығын басқарады. Бұл код апуайы 4 әріптен ібарат болса да, олардың жайласуы һәм тәртібі инсан өмірінің бүткіл картасын сызады. Біз алдын айтқан ДНК бұл организміміздегі көрсетпелер топламы. Енді осы көрсетпелердің қалай тәртіпке салынғанына ітібар берейік. ДНК ішінде генлер болады. Ген бұл ДНК-дағы белгілі бір бөлек болып, ол қандайда бір уазипа үшін жауап береді. Яғни әр бір ген бұл организміміздегі белгілі бір тапсырма үшін жазылған көрсетпе. Мысалы, бір ген адамның бойы қанша болатығының белгілейді, ал басқасы болса жүректің қалай ұруын басқарады, ал оннан басқасы болса біздің көзіміздің формасы, шашымыздың қалыңлығы, теріміздің реңі һәм хаттегі қайсы кеселіклерге бейім екенлігімізді де белгілейді. Әр бір ген жүді анық һәм ахметлі вазипаны атқарады. Енді сұрау пайда болады. Бұл генлер қай жерде жайласқан? Бұның үшін ДНК-лар хромосомалар ішінде жайластырылған болады. ДНК өзі жүді ұзын болғанлығы үшін оны клетка ішіне жайластыруда табиат оны орам етіп жайластырған.
Міне осы орамларға хромосома деп аталады. Апуайы етіп айтқанда, хромосома бұл ДНК-ның оралған ықшам формасы. Инсан денесінде жәмі 46 хромосома бар. Олар 23 жұпқа бөлінген, яғни 22 жұп улума хромосома һәм 1 жұп жынси хромосома. 22 жұп барлық адамларда дерлік бірдей вазифаларды орындайды. Олар организмнің улума түзілісі, рауажлануы, ішкі органлар іскерлігін басқарады. Бірақ ең қызық нәрсе 23 жұп хромосома. Бұл жұплық адамның жынысын, яғни ұл бала болама, ямаса қыз бала болама, соны белгілейді. Аялларда бұл жұплық 2X әрбінен барат болады. Ер адамларда болса 1X һәм 1Y болады. Енді сұрау, бала туылғанда оның ұл ямаса қыз болуы кімге байланысты? Аналар бар қолла тек X хромосома береді. Әкелер болса X ямаса Y-ден бірін береді. Егер әке X берсе, бала 2X болады, яғни қыз туылады. Егер әке Y берсе, бала XY болады, яғни ұл туылады. Демек баланың жынысы дикарынан әкенің қандай хромосома бергеніне байланысты болады. Бұл жүдә апуайы, бірақ таң қаларлық биологиялық хақиқат. Бала қыз болама, ямаса ұл болама, бұл анаға емес, әйне әкеге байланысты. Көз алдыңызға келтірің, сіздің денеңіз бұл завод. Бұл заводтың қалай істейтұғынын, не істеп шығаратұғынын, қандай формада болатұғынын, әммесін жазып қойған үлкен бір кітап бар. Міне осы кітап бұл ДНК. Енді бұл кітаптың ішінде мыңлаған бетлер бар. Әр бір бет бұл ген. Әр бір геннің өзіне тән қасиеті болып, онда мысалы адамның көзі көк болсын, шашы қалың болсын, қан топары А болсын сияқты нәрселер жазылған болады. Яғни, әр бірінің өз алдына тапсырмасы бар. Бірақ та бұл кітап апуай кітап емес. Ол оралған қалда сақланады. Себебі ол жүда ұзын кітап, кітапханадағы кітаплар сақланатығын папкалар бар ғой. Әне сондай. Ал бұл папкалар болса хромосомалар. Инсанда бұндай 23 жұп орам бар. 22 жұп улума папкалар. Әмме үшін бірдей кереклі мағлұматлар. Бір жұп папка болса, қыз ба, ямаса ұл ба деген арнаулы бөлім. Бұл арнаулы папканың ішінде болса, аялларда 2X. Ер адамларда болса X, Y деп жазылған карточкалар болады. Ана бар қолла X карточкасын береді. Ал әке болса X, ямаса Y-ді береді. Соның үшін да баланың жынысы бұл әкенің таңлауына байланысты. Осы тәрізде сіздің денеңіз бұл кодланған кітап тикарында жаратылған машина. Һәм бұл код миллионлаған жыллық табиат тәжірибесі тикарында жазылған ең жетіліскен инженерлік жойбары. ДНК бұл код. Гендер осы кодтағы бұйрықлар. Хромосомалар болса, бұл бұйрықларды сақлап тұрушы орамлар. Әр бір адам осы система тикарында қалыплеседі. Сіздің кімлігіңіз, көзіңіздің реңі қандай екенлігі міне осы гендер һәм хромосомаларға байланысты. ДНК біздің денеміздегі ең ахметлі структура. Ол организмімізге не істеу керектігін айтатұғын табиғи көрсетпелер топламы болып есептелінеді. ДНК ішінде генлер болады. Әр бір ген өз алдына бір вазифаны атқарады. Мысалы, бірі шаш реңін белгілейді, бірі бой өсуіне жауап береді. Және біреу болса жүректің қалай істеуін қадағалайды. Бұл генлер клеткаларға бұйрық береді. Қандай белок істеу керектігін айтады. Белок бұл денедегі тикарғы құрылыс материалы. Оны көбінесе дене гербешлері деп те атау мүмкін. Әр бір тірі организмде адам, хайуан, хәтте өсімдіктерде де белок бар. Белок болмаса денеміздегі еш нәрсе істемейді. Белоклар болса организмімізде жүдә үлкен рөл ойнайды. Олар шаш, тері, бұлшық ет, сүйек, ішкі органлар, хәтте қанда не болуын да белгілейді. Белоклар болмаса дене істемейді. Сол себеплі ДНК ішіндегі генлер қайсы белокты қашан һәм қанша мұғдарда істеп шығару керектігін анық белгілеп береді. Бұл процесс денемізде тынымсыз дауам етеді. Бұны да бір құрылысқа ұқсату мүмкін. ДНК бұл құрылыс жойбары. Генлер бұл жойбар ішіндегі өз алдына бөлімлер. Клеткалар бұл
құрылысшылар, белоклар болса құрылыс материалы. Har bir клетка өзінің ДНК кітабын ашады һәм сол жазылған көрсетпелерге қарап харекетленеді. Мысалы, тері клеткасы тек теріге кереклі белокларды ислеп шығарады. Жүрек клеткасы болса жүрекке кереклі белокларды. Бұл құрамалы болып көрінген процесс сикарында жүдә табиғи һәм апуайы ислейді. Инсан денесінің har bir бөлегі көз, шаш, жүрек, тері, сүйек, әйне сол ДНК-дағы көрсетпелерге қарап қалыптасады һәм ислейді. Сол себепле har bir инсанның сыртқы көрінісі, денсаулығы, хәтта айрым мінез құлқы да сирек ұшырасады. Себебі har bir инсанның ДНК-сы басқа адамдардығынан farq қылады. ДНК бұл біздің денеміздегі биологиялық код. Ол тек қана бізге тән болған мағлұматты сақлайды. Бірақ та бұл кодлар бізге қайырден дүркеп қалмаған. Анықрағы ол бізге ата-анамыздан өткен. Ал ата-анамыз болса өз ДНК-ларын өз ата-анасынан алған. Солай етіп, har bir әулад өз ДНК-сын кейінгісіне өткере береді. Сіздің шашыңыз, бойыңыз, түріңіз, көзіңіздің реңі, бұлардың әммесінде сіздің ата-анаңыздың ДНК-сы араласқан болады. Мысалы, егер анаңыздың көзі қара болса, сіздің де көзіңіздің қара болу ықтималдығы жоғары. Болмаса, әкеңіздің мұрын формасы сізге өткен болуы да мүмкін. Себебі бұл қасиетлер ДНК-дағы гендер арқылы белгіленген. ДНК тек сыртқы көрініске емес, ал ішкі жағдайларға да тәсір етеді. Мысалы, айрым кеселдіктерге бейімділік, жүрек кеселдігі, қантлы диабет, ямаса хатте рак кеселдіктері, бұлардың айрымлары ДНК-да жазылған болуы мүмкін. Соның үшін қазіргі уақытта айрым медициналық тестлер арқылы адам ДНК-сы үйреніліп, оның қайсы кеселдіктерге бейім екенлігін алдынан анықланбақта. Айтпақшы, және бір қызық нәрсе, ДНК жынаятларды анықлауда да қолданылады. Мысалы, егер жынаят орнында бір адамның шашы, терісі, ямаса қан ізі табылса, ол ДНК арқылы кімге тиесілі екенін анықлау мүмкін. Себебі har bir адамның ДНК-сы өзгеше. Сондай-ақ ДНК арқылы нәсіл терегі түзіледі. Кім кімге туысқан, кімнен қандай әулад келіп шыққан, бұлардың барлығын ДНК жәрдемінде анықлау мүмкін. Хәтте 1000 жылдар алдын жасаған адамлардың скелетінен алынған ДНК арқылы біз олардың қалай жасағанын, қандай миллетке тиесілі болғанын біліп алуымыз мүмкін. Соның үшін айтуымыз мүмкін, ДНК бұл тек қана денеміздің режесі емес, ал біздің өтмішіміз һәм келешегімізді байланыстырып тұрушы жасырын хат болып есептелінеді. Оны оқу өзімізді тереңірек түсіну деген сөз. Көз алдыңызға келтіріңіз, сіздің денеңіздегі барлық ДНК молекулаларын қатар етіп соссаңыз, бұл аралық құяшқа барып келуге 600 мәрте жетеді. Ауа, бұл жүдә ұзын. Соншелік көп һәм әхметлі мағлұматлар біздің денемізде жасырынған. Бірақ та қызық тарапы барлық инсанлардың ДНК-сы 99,9% ұқсас болады. Яғни біздер дерлік һәммеміз бірдей түзілгенбіз. Тек қана 0,1% айырмашылық бізді басқалардан ажыратып тұрады. Осы кішкене ғана парқ себеплі біреудің шашы бұйра, екіншісінікі болса тегіс. Біреудің бойы ұзын, басқаныкі болса сәл кішкене болуы мүмкін. Яғни har bir инсан осы 0,1% парқтың сирек ұшырасатығын комбинациясы. ДНК-ны тек тірі адамнан емес, ал 1000 жылдық тарихтан қалған денелерден де алу мүмкін. Мысалы үшін мұзлап қалған мамонтлардың денесі ішінен де алынбақта. Неандерталлар әйемгі адам тәрізлі жәндіктер ДНК-сы үйренілмекте. Хәтта әйемгі заманларда жерден табылған тұқым дәнлері, ямаса бір ғана шаш талшығы арқылы да ДНК-ны анықлау мүмкін. ДНК бұл апуайы молекула емес. Бұл сіз хақындағы ең терең хақиқат. Ол сіздің денеңіздегі har bir деталды басқарады. Шашыңыз қалай өседі, жүрегіңіз қалай ұрады, көздеріңіз қандай реңде, әммесі осы кодта жазылған. Ол біздің шығысымызды, ата-бабаларымызды, кімнен, қандай қасиетті алғанымызды ашып береді. Сол себеплі ДНК-ны ішкі кітап деп те атау мүмкін. Ол біз хақындағы ең дұрыс, ең сенімлі, ең жасырын мағлұматларды сақлап тұрады. ДНК бізге ата-анамыздан мирас болып қалады, бірақ бұл біздің тұрмысымыз тек қана гендер менен белгіленген дегені емес.
Бүгінгі заманауи ilm біздің тұрмыс тәрізімізде ДНК-ның сеуіне күшлі тәсір көрсетеді. Мысалы, сіз саламат ауқатлансаңыз, көбірек харекет етсеңіз, стресстен ұзақ болсаңыз, ДНК-дағы айрым гендер өшіріледі, немесе жоқ болады. Бұл процесс эпигенетика деп аталады. Апай етіп айтқанда, сіз ДНК-ны өзгерте алмайсыз, бірақ оның қалай істеуіне тәсір ете аласыз. Бұл дегені саламат тұрмыс тәрізі тек қана қазіргі саламатлығыңызға емес, ал келешектегі кеселік қауіплеріне де тәсір етеді. Сондай-ақ қазіргі күнде ДНК тикарындағы тестілер жүда кең тарқалған. Олар арқылы сізде қандай генетикалық кеселдіктер болуы мүмкіндігін алдынан білуі мүмкін. Айрым тестілер болса, сіздің денеңізге қандай ауқатлар сәйкес келетінін, немесе спортпенен шұғылдануда қандай нәтижелерге ерісуіңіз мүмкіндігін айтады. Хәтті айрым ДНК тестлер арқылы сіз өз ата-бабаңыздың қай жерден келіп шыққанын, нәсіліңіздің тарихын да анықтап алуыңыз мүмкін. Мағлұматларда келтірілуінше, бұндай тестлер қазір дәріханаларда, ямаса арнаулы онлайн қызметлер арқылы да бар. Бұлардың барлығы соны көрсетеді. ДНК бұл тек нәсіл емес, ал өмірімізді аңлау үшін ахметлі гілт болып есептелінеді. Оны түсіну арқылы біз өзімізді де, келешегімізді де жақсырақ басқаруымыз мүмкін. Құласы сондай гәплер. Сіз өз ДНК-ңызды білсеңіз, тек қана өзіңіз бәлкі ата-бабаларыңыз, келешегіңіз һәм хәттегі жәмиеттегі орныңызды да біліп алуыңыз мүмкін. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айтпақшы, каналымызға ағза болуды да ұмытпаң. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.